Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен Төлеу Құлайзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, қазіргі таңда хит болып жатқан, өте тез әрі жеңіл дайындалатын карамельный пирогтың рецептісін ұсынамын. Бұл пирогты тіпті сіздер үйден тапсырысқа да жасап сатсаңыздар болады. Дайындалу жолы оңай және бір жасағаннан ақ шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, жасалу жолын көріңіздер. Пирогқа қажетті барлық қоспалар әдеттегідей граммымен видео астындағы сипаттамада жазылған. Ең алдымен пирогтың үгілмелі қамырын дайындап аламыз. Ол үшін електен өткізілген ұнға қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып араластырамыз және тоңазытқыштан шыққан 72 не 82% осындай сары майды қосып, қолымызбен үйкелеп біріктіреміз. Видеода көрсетілгендей осындай крошка пайда болуы қажет. Кейін қанттың үстіне бір үлкен немесе орташа көлемді жұмыртқаны қосып, осылай араластырамыз. Қант еруі керек және алдын ала дайындап алған осындай крошканың үстіне қосып, жұмсақ үгілмелі қамыр илейміз. Бұл дайындап жатқан қамырымызды универсальный деп атасақ болады, себебі осындай үгілмелі қамырдан дайындалатын пирогтарға да дәл осы қамырды қолданып жасай берсеңіздер болады. Қамыр дәл осындай өте жұмсақ болып шығады, бірақ қолға жабыспайды. Енді ол қамырымызды целлофанға немесе осындай пищевой пленкаға салып, тоңазытқышқа 5-10 минутқа саламыз. Сол аралықта біз өзімізге қажетті карамельный начинкасын салмасын дайындаймыз. Бұл пирогты дайындауда бізге сапалы қаймақ қажет. Мен әрдайым осындай Президент фирмасының қаймағын қолданамын, кемі 15-20% болуы керек. Кейін қайнатылған және де вареный сгущенка керек. Мен әрдайым осы Деп фирмасының немесе Любавенко фирмасының вареный сгущенкаларын қолданамын. Және 2 дана үлкен немесе орташа жұмыртқа қажет. Енді сол қаймақ, вареный сгущенка және жұмыртқаны барлығын үлкен ыдысқа салып, және венчиктің немесе блендер көмегімен біркелкі болғанша араластырамыз. Мендегі вареный сгущенка салқын холодильниктен шыққан болған соң араластыру сәл қиын болды, сондықтан блендер көмегіне жүгіндім. Сіздерде де дәл осындай біркелкі масса шығуы керек. Кейін өздеріңізде үйде бар форманы алып, осылай астына пергамент қағазын төсеп немесе май жағып дайындап аласыздар. Мендегі форма диаметрі 24 см. Енді қамырымызды тоңазытқыштан алып, дәл осылай формаға жайып аламыз. 4-тен 1 бөлігін мен осылай алып қаламын. Ол бортикті жасау үшін дәл видеода көрсетілгендей қолымызбен жайып біркелкі болуы керек. Бортиктары да бірдей біркелкі биіктікте шығу үшін дәл осындай лайфхакпен бортиктарын жасаймыз. Бұл үгілмелі қамырымыз жұмсақ болғандықтан онымен жұмыс жасау да оңай болады. Осымен қамырымыз дайын, енді үстінен салмасын құямыз. Енді алдын ала 160-170 градуста қызып тұрған пеште орташа режимда 30-40 минут шамасында пісіреміз. Менде дәл 40 минутта пісті, ол сіздің пешіңізге байланысты болады, сондықтан 30-40 минут шамасын белгілеп отырыңыздар. Пирогты дастарханға ұсынбас бұрын міндетті түрде 1 сағат шамасында бөлме температурасында және де холодильникте де 2 сағаттай ұстау керек, себебі жылы болса ол өзінің формасын жақсы ұстамайды. Салқын болып тұрған пирог өте жақсы туралады. Және пирогты ұсынар алдында өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер де болады. Мінекей біздің карамельный пирог дайын болды. Егер бұрын-соңды дәмін көрмеген болсаңыз, міндетті түрде отбасыңызға, жақындарыңызға дайындап көріңіздер. Сіздерде де өте дәмді шығатынына сенімдімін. Ең басты шарт ол әрине сапалы қаймақ, сапалы сгущенка. Сондықтан бағанағы айтып өткенімдей, тек жақсы сапалы фирмаларды қолданыңыздар. Егер дәл осы рецептпен дайындап көрген болсаңыздар, міндетті түрде
комментарий жаза кетіңіздер, мен үшін ол өте маңызды. Және алдағы жаңа видео рецепттерді, дәмді рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лүпіл баса кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Барлығыңызға ас болсын.